Бәріңізге сәлем достар, сіздермен Сококез арнасы. Достар, бүгінгі сабақта мен сіздерге дыбыстағы шумды қалай кетіреді, сол жайында айтатын боламын. Бүгінгі жұмыс істейтін программамыз Adobe Audition программасы. Бізде осы бір звугымызда шум бар екен, соны қалай кетіретінімізді көрсететін боламын. Ең алдымен біз дыбысты естіп алайық, шумның қандай болып тұрғанын. Бәріңізге сәлем достар, сіздермен Сококез арнасы. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бізде осындай шум бар екен, осы шумды қалай кетіреді, сол жайында айтатын боламыз. Ең алдымен шумды кетіру үшін әрине ең алдымен файл открыть деп өзіңіздің аудионызды, яғни жазған дыбысыңызды Adobe Audition программасына дәл осылай келтіріп аласыздар. Келтіріп алғаннан кейін сіздерде дәл осылай шығатын болады. Бұл жерде бізде мына бір дыбыс толқындары деп аталады. Және де сіздер дыбыс жазған кезде ескере кететін нәрсе пустой жер болу керек, яғни сөйлемей қалған жер болу керек, мынау сияқты. Яғни құр шумның өзі жазылуы керек. Яғни менде шумның өзі жазылған. Мінекей мынандай бізде шум. Біздермен бірге осы шумды құртатын боламыз. Енді ең алдымен біз мышқаны басып тұрып, мына бір шумдарымызды белгілеп аламыз. Дәл осылай. Осыны белгілеп алғаннан кейін үстінде эффекті батырмасына барамыз. Және де шума понижение дегенге кіріп, захват образца шума дегенді таңдаймыз. Және де мына жерден окей батырмасын басамыз. Енді біздің шумның копиясын алды. Енді осы бір аудиомыздың үстінен екі рет тағы да басып қаламыз. Басып қалғаннан кейін бізде барлығын выделить етіп алатын болады. Енді осы жерден эффекті батырмасына кіреміз. Қайтадан шума понижение және де шума понижение процесс дегенді таңдаймыз. Яғни және де бізде дәл осындай бет шығатын болады. Бұл дәл осылай қалады. Ештеңені өзгертпейміз. Астындағы применить батырмасын басамыз. Бізде шум кетіп қалды уже. Мінекей мына жер тік болып қалды. Яғни уже шум кетті деген сөз. Енді біз аудиомызды қайтадан тыңдап көрейік. Бәріңізге сәлем достар, сіздермен Сококез арнасы. Все, болды. Біз аудиомыздағы шумды алдық. Енді бұны қалай сохранить етеміз? Файл, экспорт, файл, және де mp3 аудио деп файлға ат береміз. И окей батырмасын басамыз. И да. Все, біздің аудиомыз сохранить етілді. Бүгінге осы, сіздерге видеоны аттың ойдамын. Видеоны лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.